тек қана суарумен ғана емес, оны ақтап қоюымыз керек. Себебі бұл ағаштың түбі шіріп кетпес, зиянкестерден қорғап, олардың түптерін ақтап қоюымыз керек. Қанекей, мен саған көрсетейін. Былай ақталшықпен ақтап қоямыз. Мынау түптердің барлығы шіріп кетпес үшін. Қане, көре ғой. Қандай өзгерістер болады? Табиғатта қандай ауа райы болады? Соны айтып берші. Суық. Сосын Жаңбыр жауады, бұлт. Жапырақтар түседі, бұлт болады. Жапырақтардың түстері қандай болады екен? Сары, қызғылт. Иә, олар турап Сен. дұрыс айтасың. Ал осы күз мезгілі саған несімен ұнайды? Ол бізге күзде жеміс-жидектер піседі. Сондықтан мен күз мезгілін жақсы көремін. Мен күз туралы тақпақ білем. Қызғау, есім қызғау. Жаңбыр сілкілеп келгенін қызғау. Соңында балаларға кеңес беремін. Ағаштарды сындырмау, қоқыстарды тастамау, арнайы жәшікке салу, ағаштарды сындырмау. Ластамау керек.